Қалаға кірді. Кіргелі! Жұмысқа орналастырдық. Сен оған кім тиіп, оған деген қызығат. 2023 жылы TikTok'та жарған алғашқы қазақстандық хоррорлық фильм «Дәстүр». Қоғамдық пікір, ескірген дәстүр, зорлық-зомбылық туралы түсірілген қорқынышты драмалық фильм. Ұлттық дәстүрлерді, мұсылмандық жын шығару рәсімі көрсетілген мистикалық трейлер. Неге бұл? Қазақстан кинофильмін жарып жіберді. Соны бүгін айтатын боламыз. Дәстүрді телеграмнан көрмей, барып көріңіз. Құрметті көрермен, менің Instagram парақшама жазылып кетеміз. Ол жерде қызықты ақпараттар, қызықты роликтер көрсететін боламын. 1000 жазылушыға жеткізіп тастайық. Отбасын әкесі, қоғамда беделді Нұрсұлтан Көпжасарұлы. Ауылдағы шаруа қожалығының барлығын иеленіп, жалғыз ұлы Болаттың немқұрайлы өсу бір емес, бірнеше рет мәселеге, тіпті қылмыстық жауапкершілікке де әкеліп соқтырады. Тағы бір ішімдік ішкен кеште Болат жергілікті мектеп бітіруші қызы зорлайды. Әкесі бұл мәселені тағы да жасырғысы келеді. Бірақ қыздың ата-анасы полицияға арыз жазып үлгерген. Бұл жағдайдан шығудың жалғыз жолы үйлену тойы. Бірақ отбасының өмірі нағыз қорқынышты арманға айналады. Басты рөлдерде Алдабек Шалбаев, актер, 1957 жылы 5 сәуірде дүниеге келген. 25 жастағы актер Ермек Шынболатов қорқынышты фильмдерді мүлдем көрмейтін туралы қызықты факт айтты. Мен қорқынышты фильмдерді мүлдем көрмеймін, өйткені мен қорқамын. Мен рухтар, зұлым рухтар туралы сөйлескені ұнатпаймын. Бірақ түсірілімге дайындық барысында мен мұндай бейнелерді қайта қарауға тура келді. Мен тіпті психиатриялық ауруханаға барым деп айтты. Нұрай Жеткерген, ол небәрі 18 жаста. Өзі колледждің соңғы курсын оқиды. Атаулы картинадағы рөлі алғашқы жауапты рөл емес. Ол 12 жасында отандық «Туған жер» атты сериалына сомдау шыққан. 2020 жылы Шоқан қысқаметражды фильміне түскен. Кейіпкерінің аты Айша. Атаулы фильмде Қуаныш Бесектің авторлық жұмысы. Нұрай режиссерімен еркелеуді клипін түсірілімі барысына танысса керек. Нұрайдың армандағы рөл Мулан секілді картинада басты кейіпкерді сомдау. Нұрай ежелгі қазақтың мәдениетін, киім үлгілерін жақсы көреді. Оның ішінде ұлттық ою-өрнектерді ерекше атап көрсетті. Нұржан Бексұлтанова 1973 жылы театр мен кинодағы ондаған рөлдермен танымал болды. Оның филиграндық ойыны тек жағымды әсер қалдыратын болған. Алдияр Жаппарханов 1996 жылы 1 наурызда Павлодар қаласына дүниеге келген. Қазіргі жасы 27-де. Әсет Есжан 1990 жылы 17 қарашада Алматы облысы Ұйғыр ауданы Дартанты ауылына дүниеге келген. Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясында актерлық өнері мамандығын оқыды. 2012-2017 жылдар аралығында Мүсірепов атындағы балалар мен жасөспірімдер театрының актер болып қызмет атқарады. Дайындық. Кино режиссерлар актерларды іздеуге 4 айға жуық уақыт жұмсады. Және кейбір көріністерді жасау үшін 6 камераға дейін пайдаланды. Кейбір актерлар 6 айға дейін түсірілімге дайындалды. Әсіресе жынның төбеге қабырға көтеріп жатқан көріністерінде байқалады. Бұл нағыз актердің қатысуын және 12 каскадерлердің қатысуына талап етті. Ал енді негізгі ойға келейік. Фильмнің атауы «Дәстүр». Фильмнің өзегі етіп алынған дәстүрді әркім әртүрлі түсінді. Бірақ зорлық жасаған адамға қызын қоспайтын, ондай дәстүр болмаған десе,
Енді біреу мәселенің бәрін ақшамен шешу қанымызға сіңіп бара жатқан дәстүр деген ойды алға тартады. Шиеленіс тудырған сюжет қыздың зорлануы. Бары оқиға осыдан өрбейді. Екі тарап арасындағы қайшылық өшпенділікпен күрес емес, күштінің алдындағы әлсіздік емес, дүние қорлық пен ақшаға деген аранның ашығаны сипатталады. Диана, зорлаушының, ата-ана, қоғам алдында тек жәбір көрген әлсіздіктің образы. Ол махрге сұраған еркіндігіне тек өлім арқылы жетеді. Жарқын болашақтың аңсаған, өзіндей түлеп ұшқан жас баланы сүйген, домбыраны күбірлеткен қазақ қызының бейнесі. Бірақ домбыраны қорқынышты болып көрсетілгеніне наразы адамдар бар. Фильмдегі ең қорқынышты нәрсе домбыраны үні екен. Ең қорған болатын нәрсе араб сөздері екен. Оны әсіреліп, аңыратып, тіпті әуездетіп жеткізген, дейді әлеуметтік желі жастардың бірі. Оның ойынша, бұл фильмде зорлықты қаралау дәстүрінің бұрмалануын көрсетуде емес, дінді уағыздауда мақсат тұтқан. Аласапыран орнаған шаңырақта құтқарушы тек имамның дұғасы деп қабылдаған. Анығында аятол күрсі дұғасы тек имамның өзіне ғана қорғаныш деталі болып қалған. Сол дұға оқылған жігіттің анасы жын ойнаққа тап болады. Әкесіне де жазасы келеді. Дін өкілі жынды шығаратты игере алмайды. Демек, режиссердің идеясында бұл дұға емес, қарғыс. Қарғыс дін түсінігі бойынша жындар арқылы жүзеге асады, және ол жанды нәрсе ретінде сипатталады. Алайда оқиғаның бұл желісі көпшіліктің айызын қалдырмады. Жұрт ең болмағанда көгілдір экраннан болса да әділдіктің жеңісін көргісі келді. Ал фильмде шиеленіскен мәселе шешім таппайды. Жәбірленуші сол қалпында, заңда жайына қалып, тек тираның рухани, психологиялық терең дағдарысымен аяқталады. Көрермен күткен әділеттілік орнамайды. Керісінше, күштің алдындағы әлсіздікті, өлім ғана араша болған әсірелеу арқылы бүгінгі қоғам сипаты дөп басылған. Сосын, біздің көрермен тек жеңіл әзілге негізделген кино көреді деген сөз жоққа шықты. Әр сеанста кинотеатр залында ине шаншар орын жоқ. Билеттер бұрқырай сатылып жатыр. Әділдік орнамаған, жанама кейіпкерлердің образы толық ашылмағанына қарап, көпшілік фильм жалғасы болуы мүмкін деп отыр. Бірақ режиссердің көзімен фильмнің екінші бөлімге сұраныс тұрған жоқ. Фильмнің дәстүр емес, отбасы тақырыбы көтерілгенін байқадым. Дәстүр деген қызын зорлаған адамға тұрмысқа шығу емес. Дәстүр деген мүлдем басқа ұғым. Дәстүрмен қанымызға сіңген ұят болады, шатастырып алған сияқты. Дегенмен, бұл фильм қоғамдағы бір жаңалық болды. Себебі норма деп саналатын кейбір түсініктердің бізге зиян келтіріп жатқанын жеткізе алады. Фильмнің басында басты рөлдегі жігіттің әкесінің сырт бейнесі айқындала көрсетіледі. Оның ішімдікке жақын екені, мен коммунистпін деп өзінің дін имандылығынан алыс екенін көрсету арқылы оның баласы болатынында ар-ұяттан жұрдай. Өзінен кішіге күш көрсететін, бойында адамгершілік, кішіпейілділік, жылулық, мейірімділік секілді асыл қасиеттер жоқтығынан әр қимылынан көрсетеді. Фильмдегі бір болат арқылы қазақ отбасындағы ер балаға деген қатынасты байқауға болады. Ер балаға жылауға, өзінен үлкен жігіттер күш көрсетсе, ол туралы айтуға тыйым салынады. Фильмнен байқалған екінші мәселе қоғамда ер адамдардың қызға сексуалды объект ретінде қарауы. Қыз балаға тыйымдарды көп айтамыз, ал ер балаға ше. Мектепте, жұмыста, қоғамдық ортада, автобуста қызға қарасмайыз, жасалып жатқанын байқаймыз. Ер адамның қызға тимектілігі сен бүгін тартымда, ерекше сұлу болып тұрсың деген сөзінің өзі жеке шекараны бұзу. Бірақ қоғамда мұндай әрекеттерге жол беріледі, және оған қызды кінәлап қояды. Күйеуі ұрса, оған өзі кінәлі деп жылы жауап қоямыз. Фильмде соны көрсеткен. Егер бүкіл ауыл болып бәрі кінәні қызға артпағанда, зорлағанды жазаға тартуын талап еткенде, Диананың әке-шешесі оны тұрмысқа бермес еді, дейді фильм туралы пікірмен бөліскен психолог Әуез Ақтидар. Бұл фильм Қазақстанда тарихта қалатын ең атақты фильмдердің және ең алғашқы хоррорлық фильм болып саналады. Бұл фильм кассадан бірінші орын алатынына үміттенеміз.
Қош, сау болыңыздар. Арнаға жазылып, лайк басып кетеміз.